Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ерболсын Мереке. Мен Шымкент қаласының нөмір 76 жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы А сынып оқушысы. Бүгінгі менің қорғайтын жобамның тақырыбы менің ашық университетім. Мектеп ата-ана ынтымақтастығын дамыту бұның маңызды мақсаттарының бірі болып, балалардың айлықтарын қамтамасыз ету ғана емес, мемлекеттік білім беру ұйымдары мен ата-ананың арасындағы ынтымақтастықтағы іс-қимылдарды дамыту. Келесі міндеттері ата-аналардың педагогикалық мәдениеті мен психологиялық әлеуметтік құзыретін дамыту, білім беру ұйымы мен ата-ананың арасындағы тәрбие жөніндегі мәселелерді шешу. Тәрбие мәселелерін табысты шешу үшін отбасы мен мектептің бірлескен күштері жөнінен бірге мүмкіндік ала алады, және де мектептің барлық оқушылары мен ата-аналары үшін біздің мектепте өткізілетін айына бір рет өткізілетін ашық күні өткізіледі. Бұл отбасы мен мектеп арасындағы қарым-қатынастың бір түрі ғана емес, және де ата-анаға ақпараттар алу ғана, және өзінің баласының оқу жөніндегі маңызды ақпараттар алынады. Ата-аналарға маңызды назар аударатын бұл ұлттық құндылықтар. Ұлттық құндылықтар ол бізде қазіргі таңда бізде бұрыннан келе жатқан неше түрлі өнерлер және де шашты өру және қыздарға, балдарға қолдан жасалатын заттар ретінде көрсетсек болады. Сол жағында мектептің білім ұйымдары сол жағында оқушыға және ата-анаға көмектесе алады. Ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету аясында 1-ші және 11-ші сынып арасында өткізіледі. Мектебімізде айына бір рет болатын семинар күнделікті жұмыс жасап өткізіліп тұрады. Қазір сіздерге көрсетер болсақ, біздің мектебімізде мектеп ата-ана ынтымақтастығын дамыту бойынша осы 4 клуб активно жұмыс жасап жүреді. Оған көрсетсек, ата-аналар мен әкелер клубы, әжелер мен аналар клубы, ағалар клубы және жеңгелер клубы. Даналық мектебінің негізінде сырласым тақырыбында жеңгелермен бірге өткізілетін клуб. Бұл жерде қайын жеңгелер өзінің сырласа отырып, жеңгелер өзінің қайын өзінің білетін және қолынан келетін нәрселерді өзінің қайын үйрете алады. Және де келесі ағасы бардың жағасы бар тақырыбында отбасы спорттық сайысында 10-ші сынып арасында өткізілген клубымыз. Және де аталар мен әжелермен кездесу. Бұл жерде аталар мен және әжелермен кездесе отырып, аталар мен әжелерден неше түрлі кеңестер алып, оқушылар сырласа алады. Даналық мектеп негізінде өнерлі қыз, өнегелі әже тақырыбында кездесу. Бұл жерде әжелер мен немерелердің бір-біріне сырласып, жаңа нәрселер білуі. Келесі ағалар мен жеңгелер оқушылардың ұлттық ойындары түрлерін өткізу. Бұл жерде ағалар мен жеңгелер және оқушылар өздерімен ұлттық ойындар ойнап бір-бірімен тіл табыса алады. Және де келесі ата мен немере тақырыбында өткізілетін бұл бізде бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан мұраларды біздің қарттарымыз, ата-әжелеріміз келіп, қолдарынан не келетінін көрсетіп, өз немерелеріне үйрете алады. Келесі бұл 10-ші сыныптардың арасында өткізілген ата-аналар мен өткізілген семинар сабақ болады. Бұл жерде оқушылар өздерінің ата-аналарымен бірге уақыт өткізіп, ата-аналарымен көп уақыт өткізе отырып, сырласып, бірге істеген жұмыстарын көрсете аламыз. Активді жұмыс жасайды. Сондай таныстырып өте кеттім. Назарларыңызға рахмет.